Марс 2020-ның қону орны Изера кратеры үстімен ұшып өту. Бұл бейне НАСАның орбитадан түсірген суреттерінен алынған. Ровер қону ықтимал облыс көк шеңбермен белгіленген. Ортада биіктігі 500 метрдей дөндер мен Изера кратерінің жиегі. Марс 2020-ның мақсаты Марста тіршілік болған-болмағанын анықтау. Бүгінгі Марс беті тіршілік үшін тым суық және құрғақ. Алайда миллиардтаған жыл бұрын Изера кратері пайда болғанда, оған су толып, Тахо көлімен шамалас терең көл түзілген еді. Уақыт өте Марс климаты өзгергенде Изера көлі құрғап қалды. Планета бетіндегі су жоғалып кетті. Ежелгі көл табан Марста өмір сүрген болуы мүмкін, тіршілік іздерін табуға ең қолайлы орын. Жердегі көлдер тірі ағзаларға толы. Бұл тіршіліктің дәлелдері көл түбінде тұнған ла мен құмда жиі сақталады. Сондықтан ровер аспаптарының көмегімен ежелгі көл түбіндегі жартастарды зерттейміз. Бұл жерден бұрынғы көлдің белгілерін көре аламыз. Кратердің жиегіндегі каньонды өзен жарған. Су көлге жеткенде ағыс баяулап, судағы құммен ылғай тұнып, желпеуіш пішінді атырау түзді. Ақ сызық ровер басты миссия деп аталатын алғашқы 2 жылда жүріп өту мүмкін жол. Бұл кезеңде ровердің ғылыми аспаптары көмегімен көл шөгінділерін талдаймыз. Атырауды зерттеп болған соң, бұрынғы көлдің жағалау сызығын зерттеуге үміттенеміз. Оған жету үшін қазіргі құмды шағылдар теңізінен айналып өтуіміз қажет. Мына нүктеден Ньютон айналасындағы бұрынғы жағалау сызығы көрініп тұр. Құмды жаға-жаға соғылып жатқан Изера көлінің толқындары елестейді. Ақыры кратердің жиегіне шығамыз. Изера кратері Марсқа ірі дене соғылғанда түзілді. Ол Марс қыртысының тереңіндегі жыныстарды қазып, біз зерттей алатын жиекке шығарып тастады. Бұл жыныстар соққыдан қатты қызды және ыстық қайнарлар атқылатқан болуы мүмкін. Осы қайнар тұнбалары Марстағы көне тіршілік іздер табылуы ықтимал. Тағы бір нысана.